Жақсы, рахмет. Келесі Эльмира Салихатовна. Нені Жетісу слайдты болса. қалай көрсетсем болады? Менен неден басып не қыласыз, мен разрешение берем, қосылады. Поделиться на вас. Мгм. Иә, қосылды. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, номер 15 орта мектептің физика пәнінің мұғалімі Ильясова Эльмира Салихатқызы. Менің бұл авторлық бағдарламам 9 сыныпқа арналған. Тақырыбы физика пәнін оқытуда биоақпараттану және синергетика технология карталарын қолданудың тиімділігі. Жалпы бұл 11 картадан тұрады. Осы бағдарламада мен 4 картамен жұмыс жасаймын. Бұл бағдарламаның жалпы мақсаты оқушылардың физика пәніне деген қызығушылығын арттыру және ғылыми білімдерін тереңдету, оқу процесінде оқушыларды табиғаттағы физикалық құбылыстарды түсіну мен олардың синергетикалық тұрғыда талдауға, жүйелі қорытынды жасай білуге, шығармашылық іс-әрекетке, ізденімпаздыққа, дәлелді пікір айту іскерлігін арттыруға, оқу материалын сараптауға, салыстыруға үйрету. Бұл бағдарламаның өзінің міндеттері, күтілетін нәтижелері болады. Осы бағдарламаның күнтізбелік тақырыптық 34 сағатқа арналып жасалынған. Сол 34 сағаттың әрқайсысына жаңағы қысқа мерзімді жоспарлары жасалынған. Ол жердегі 4 картаға байланысты олардың мынандай карталары, ментальды карта көрсетілген, тапсырмалары берілген, және сонымен қатар олардың тапсырмаларының жауаптары да ол жерде көрсетіліп қойылған. Жалпы, мысалға біреуіне тоқталып өтетін болсам, бұл алгоритм картасы. Мұнда қысқа мерзімді жоспарда қадам-қадаммен көрсетілген, қай жерде қандай қадамдар жүргізілу керек. Ол жердегі мынау берілген ментальды карта, осыған байланысты тапсырмалары, олардың жауаптары көрсетіледі. Ең бірінші қадамда алғашқы 3 есептің шығарылу жолы беріледі. Олар 5 оқушы шығарғанша тосып отырамыз да, одан кейін ол жердегі жаңағы жауапты тақтаға шығарып, әр оқушылардың жаңағы үшеуі дұрыс болғандар альфа, екеуі дұрыс болғандар бетта добы деп, одан бір есеп шығарған немесе шығармағандар, олар гамма. Одан кейін олар отырып, жаңағы бірінші нұсқаға альфа, жаңағы оқушыларды екінші, оның қасына екінші нұсқаға бетта оқушыларын отырғызамыз да, неге үлгермеді, жылдамдық па, зейіні ма, ептілігі ма, жоқ әлде тақырыпты түсінбеді ма, соны анықтайды да, одан кейін келесі қадам, келесі 3 есепке тоқталады. Бұл алгоритм картасы бойынша осындай қысқа мерзімді жоспардың қадамдары көрсетілген. Келесі бұл ауызша сабақ картасы. Бұл жерде бүгінгі өтетін тақырыпқа байланысты, мысалға Ньютон 3-ші заңы болатын болса, алғашқы ішіндегі 7 сөз, оны 30 секунд бойы көзбен қарап жаттайды. Кітап дәптер жабылғаннан кейін жатқа жазады. Кімнің есте сақтау қабілеті қаншалықты екендігін осы жерден көруге болады. Содан кейін сол тақырыпқа байланысты сұрақтар, жауаптар көрсетіледі және әрқайсының өзінің қадамдары көрсетіліп отырады. Егер осы карталарды қолданып отыратын болсақ, әрбір қадамдар жүргізілгеннен кейін 63% білім сапасын көрсетіп отырады. Жалпы қорытындылай келгенде, биоақпараттану синергетика технология карталарын физика пәнін оқытуда қолдану, оқушылардың ғылыми көзқарастарын қалыптастыру, олардың логикалық ойлау және шығармашылық қабілеттерін дамытуда маңызды рөл атқарады. Бұл технологиялар тек білім беру процесін жетілдіріп қана қоймай, сонымен қатар оқушылардың болашақта ғылыми зерттеу жұмысымен айналысуына, әр оқу материалын терең түсінуге мүмкіндік береді. Тыңдағандарыңызға рахмет.